Сәлем достар, сіздермен жаңа сериал арнасы. Бүгін сіздердің назарларыңызға 64 және 65 бөлімдерді ұсынамын. Бүгінгі бөлімде Райхан Эмирді көріп қызғанып тұрады. Ол Джемрені есі дұрыс екен деп ойлап кетіп қалады. Осы жолы Джемренің қулығы іске асады. Талас Кемалға келіп арыз жазғанына кешірім сұрайды. Кемал оған сен Лейланы алдасаң да мені алдай алмайсың, уақыты келгенде өз орныңа барасың деп кетіп қалады. Талас оның әрекетіне қуанып, менің ісімді жеңілдетудесің деп ойлап тұрады. Райхан Эмирді қызғанумен болады. Сонымен Джавидан оның Эмирмен кетпегенін көреді. Эмир әйеліне звондап ала алмай тұрады. Кемал Талаздың өзін-өзі жарақаттаған Мехметтен естиді. Бұл әңгімені Шахрия де естиді. Эмир мен Райхан бір-бірін ойлап тұрады. Таджи Лейлаға келіп 2 жыл бұрын тонаған істі Кемал ала бастағанын жеткізіп, бізге бұл досені табу керек, әйтпесе құримыз дейді. Бұл да Талаздың жоспары болып шығады. Эмирлер үйге келгенде Джемре Эмирге шай әзірлеп береді. Ол әңгімені айтып отырғанда байқамай 2 ай бұрынғы оқиғаны айтып қалады. Ол Райханды қызғандырумен болады. Бір кезде Джавидан оған Эмирдің отбасы бар, ол кез келген уақытта сенімен уақыт өткізе алмайды. Ол бойдақ кезіндегідей қалаған уақытында кездесе алмайсың дейді. Бір кезде Райхан кетіп қалғанда Джемре Джавиданға ұрса жөнеледі. Джавидан болса, мен мұны жалғастыра алмаймын. Хикмет менен бәрін тартып алды. Бұл қыз үшін бәрінен айырылдым. Сенің ойындарыңа уақыт кетіре алмаймыз деп жаңа жоспарын айтады. Джавидан Эмирлерге келіп, оны бөлмеге жайғастырады. Суна болса, Райхан таңертең баратын болып қайтып келгенін жеткізеді. Лейла Кемалдың бөлмесіне келіп, әлгі досені іздей бастайды. Кенет ол Кемалға ұсталып қалады. Райхан Джемре мен Эмирдің суреттерін қарап қызғанып отырады. Эмир Райханға келіп сөйлесуді ойлайды. Ол Райханның әрекеттеріне ренжіп ойын жеткізеді. Кенет Эмирге Аляскадан серіктесі звондап жұмыс ұсынады. Эмир ойланбастан келіседі. Сол кезде Райхан не дерін білмей тұрғанда Эмир ертең кететінін жеткізеді. Райхан болса кетпе деп айтуға дәті бармайды. Эмир оның үнсіз тұрғанына бұған бәрібір ме деп ойлап қалады. Кемал Лейланың қолындағы досені алып алады. Эмир өзін қоярға жер таба алмай жүреді. Райхан кетпе деп айта алмай қиналумен болады. Йонжа Джемреге звондап Эмир кететінін баяндайды. Джемре Эмирге звондап кетпе деп көндіреді. Алайда Эмир дегенінен қайтпайды. Джемре Райханға звондап Эмир неге кетеді деп сұрап, Эмир маған бақытсыз екенін айтты, екеуіңе не болды деп сұрайды. Райхан оған араласпа деп орнына қояды. Эмир әлде Райханның кетпе деген сөзін күтумен болады. Алайда Райханның дәті бармай үнсіз қиналады. Лекер болса Эмирмен сөйлес, ол кеткісі келмейді, кетуіне жол берме деп Райханға ақылын айтады. Эмир олардың әңгімесін тыңдап тұрады. Нигер бұны естіп қалып Джавиданға жеткізеді. Джавидан Райханға келіп Эмирдің кетуіне жол берме деп жатырғанда, Райхан болса оның жұмыспен бара жатырғанын жеткізеді. Ол болса жұмыс үшін бара жатырса оны жібер, ол 1 аптадан артық шыдай алмай қайтып келеді дейді. Лейла әлгі досені іздеп жүреді. Ол Кемалдың бөлмесінен қағазды алып жатып ұсталып қалады. Ол дереу Айкизбе рөліне кіріп кетеді. Кемал болса күлкіге қалма деп келемеждейді. Эмир мен Райханға бір бөлмеде ұйықтауға тура келеді. Эмир әйеліне сүйсінумен болады. Келесі күні Лейла Кемалға келіп әлгі ұрлық туралы айтуды ойлайды. Ол 3 жыл бұрын жасалған ұрлық екенін, ол кісінің тонау себебі ол халықтың үйін тартып алмақ болғанда, Талаз оның қоймасын тонап, халыққа ақшасын кері қайтарып бергенін жеткізеді. Кемал оған сене қоймайды. Эмир Заферге Райханның үнсіздігінен шаршағанын, оған әділетсіздік танытқанының кесірінен Райхан ренжіп жүргенін айтып, егер қал деп айтса қалар едім дейді. Оларды Мелекер естіп тұрады. Зафер болса Райхан сені сүйеді, қалай түсінбейсің дейді. Эмир бұған күмәнмен қарайды. Мелекер Райханға келіп естігенін жеткізеді. Кенет Райханға Хатинже звондайды. Лейла Кемалға ренжіп отырғанда, Кемал оған досені ал, алайда мен Талас туралы ойым ешқашан өзгермейді, біліп қой дейді. Джемре Йонжаға Эмирмен бір ұшақтан билет алуды тапсырады. Ол Йонжаға бұл мен үшін Эмирмен оңаша қалуға жаңа мүмкіндік дейді.
Эмир әкесіне жұмыс бабымен кетіп бара жатырғанын айтады. Суна бұған қуана қоймайды. Бір кезде олар Райханның ойын сұрағанда, ол Жемренің Эмир сенімен бақытсыз деген сөзін еске алып, мен Эмирдің ісін қолдаймын дейді. Лейла әкесіне келе жатқанда Талаздың Тәджемен сөйлесіп отырғанын естіп қалады. Тәджі Талазға сен Лейланы мүлдем ойламайды екенсің деп жатырғанда, Талаз бұның бәрі жоспар екенін айтқандарын естиді.